Барлықтарыңызға қайырлы күн, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сәбіз қосылған ерекше торттың рецебімен бөлісемін. Каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Бірінші, құрғақ қоспаларымызды дайындап аламыз, яғни сухой ингредиенттерді. Оның үстінен 1 шай қасық қамыр қопсытқыш және шым-шым тұз, корицаны қосамыз. Корица қоспасаңыздар да болады. Осылай біркелкі маса болғанша араластырып аламыз. Бисквитімізді жасауды бастаймыз. Бөлме температурасында 3 жұмыртқа қажет. Бисквит пропитканы қажет етпейді. Өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Кремсіз кекс ретінде де өте дәмді. Жұмыртқаның үстінен қантты біртіндеп қосып, жақсылап пышный масса болғанша миксерлейміз. Масса 2-3 есеге дейін көтеріледі және ағарғанша араластырамыз. Міне массамыз ағарды. Осы массамызға сұйық майымызды қосамыз. Тағы да массамыз біріккенше 1-2 минуттай миксерлейміз. Міне осындай масса шықты. Осы массамызға құрғақ ингредиенттерімізді қосып, лопаткамен ақырын астынан үстіне қарай жақсылап араластырамыз. Комочка қалмауы қажет. Массамызға үгітілген грек жаңғағын және теркадан өткізілген сәбізді қосамыз. Лопаткамен бірыңғай масса болғанша араластырамыз. Міне біздің бисквит дайын. Енді духовкамызда 180 градуста 40-50 минут пісіреміз. Менде форманың диаметрі 20 сантиметр. Кремімізді жасаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, сливки және қант қажет. Жақсылап осы массамызды плотный болғанша араластырамыз. Креміміз дайын. Енді бисквитімізді тексереміз. Бізде осылай сухой болып шығуы керек. Шпажкамыз суыған соң пышақтың көмегімен формамыздан шығарып аламыз. Осы бисквитті 3-ке бөлеміз. Бірінші жан жағын кесіп аласыздар, сосын ортасына қарай өтесіздер. Сонда бисквитіміз түзу болып шығады. Осылай 3-ке бөліп аламыз. Енді сборкасын жасауды бастаймыз. Мен кальцонның көмегімен тортты жинап шықтым. Кремді корждарға көз мөлшермен бөліп шықтым. Әр коржға менде 3 қасықтан салдым. Тортты жасап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сұрақтарыңыз болса комментарийге қалдырсаңыздар болады.